Ассалаумағалейкум көрермен және оқырман. Мен YouTube каналымдағы алғашқы блогымды батырлары Керей мен Жәнібекпен және бертін келе ұлы ағартушылары Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынов сынды ұлы тұлғалармен мақтанатын Қазақстан елі жайлы айтқым келіп тұр. Қазақстан еліне кішігірім шолу. Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасы Шығыс Европа мен Орталық Азияда орналасқан мемлекет. Батысында Еділдің төменгі ағысынан, шығысында Алтай тауларына дейінгі аралықты 3000 шақырымға созып жатқан Қазақстан мемлекеті. Батыс Сібір жазығынан оңтүстігі Қызылқұм шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесіне дейінгі 1600 шақырымға созылып жатқан алып мемлекет, ол әрине Қазақстан. Каспий көлі арқылы Әзербайжан, Иран елдеріне Еділ өзені және Еділ-Дон каналы арқылы Азов теңізі мен Қара теңізге шыға алатын мемлекет десе артық айтқанымыз емес. Мұхитқа тікелей шыға алмайтын мемлекеттердің ішінде Қазақстан ең үлкені болып табылды. Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орынды алып жатқан мемлекет. Жер көлемі 2.724.902 шақырымды құрайды. Ал халық санына келер болсақ, 2024 жылдың 1 наурызындағы ел тұрғындары саны 20.752.271-ді құрап, әлемнің 64-ші орнына жайғасты. Қазақстан қазіргі таңда 5 мемлекетпен шектесіп жатыр. Айта кетсек, Ресей, Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай сынды мемлекеттермен шектесіп жатыр. Жалпы құрлық шекарасының ұзындығы 13394. Елордасы Астана, мемлекеттік тіл қазақ тілі, ресми тіл орыс тілі. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы. Қазақстан көпұлтты мемлекет болғандықтан бұл елде орыстар, өзбектер, украиндар, ұйғырлар, татарлар және тағы да басқа ұлт өкілдері тұрады. Қазақстанның экономикасы қазіргі таңда өте жоғарғы деңгейде дамып, бюджет саны орасан өскен. Жалпы қазақ елі қазіргі таңда жер қойнауындағы байлықтарымен өзінің экономикасын жақсы деңгейде көтеріп жатыр. Сіздермен бірге болған мен Жүсіпбай Данияр Беркінбай ұлы. Жаңа Қазақстанда жаңа ғұмыр сүрейік. Атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат, елім деп туған ер қымбат.